Аты шулы блогер Салтанат Аманқосова тұрмысқа шықты. Қызылордаға гастролик сапарға келген аруды қала тұрғыны алып қашқан. Қазіргі таңда келісімін беріп қалуды ұйғарған блогердің жаңа шаңырағына тілшіміз барып қайтты. Бүйтіп қызалық баспай-ақ қойдық. Ана қатын деген ден сау емес қой. Машинаға отырды да тиіс алған шығар десем, мына жерімнен теуіп, баспай құсқым кеп тұр осы кезде. Сатылсен алып қалдым ау деймін. Әйтеуір ана жағы дұрып мәқірді айтқаннан кейін шамал тиіс алды. Осы машинаға салдық, қырғын, айғай шумен, келіспейді ғой енді, любой қыз танымайды, мені білмейді. Содан кейін енді болмағаннан кейін айттым, мәқірге любой нәрсені алып берем дедім, қалаған нәрсені алып берем дедім. Мақырге не сұрайсың, қалағаныңды алып берем деді. Сосын енді менің 14 көлігім бар ғой, сол 14 көлігіме зимний шина Йокохаманы алып бер дедім. Ол келісті, алып берем деді. Алып берем дегесін мен де көніп көрейік деп қалдым. Негізі енді өзіңіз білетін болсаңыз, мына Йокохаманы кез келген еркек өзі сатып ала алмайды. Мына еркек алып берем дегесін енді жақсы деп келістім. Рубай Қалыңмалов, Шинаида Дөңгелекова, ПТК арнасы.